сіздердің бұл жерге келулеріңіздің өзі сіздердің мықтылығыңызды дәлелдейді. Именно инженеров в нашей экономике недостаточно. Инженерная мысль, она должна присутствовать везде и всегда. First — это огромное сообщество, сейчас около миллиона участников, да, со всего мира. И сейчас весь вот этот мир в ваших руках. Каждый 10-й студент университета MIT — это вот такие же, как и вы, участники, выпускники, да, можно сказать, программы First. Для чего, да, мы привезли еще раз программу First в Казахстан и в Центральную Азию? В первую очередь для того, чтобы создать бесконечную цепочку мотиваторов и инноваторов для будущих поколений. Огромное количество детей, таких заряженных, просто нереально, которые болеют всем этим, да, то есть которые хотят выиграть, хотят там как можно больше успеть за все эти несколько дней, и это не может просто не заряжать какой-то энергией, да, то есть это нереальное такое ощущение. Вообще, на самом деле, то, что делают ребята из систем, это, ну, как бы, я не знаю, как это описать, это просто огромный вклад, да, то есть в будущее Казахстана, будущее вообще этих детей. Ең бір ұнайтыны ол бүкіл Қазақстаннан жиналатын өте көп ауқымды жарыс, командалар өте көп, арасынан достарды тауып басқа қаладан. Негізі комьюнити құру өте маңызды, осыны айтты. Инженерлердің, программистердің комьюнити құрылуы өте қатты ұнайды. First негізі осы жайлы, және Қазақстанда осылай өтіп жатқаны мені қатты қуантады. Себебі осы жерге жиналып, барлығымыз бір мақсатпен инженерия, программированияға әуес балалар барлығы бірге жиналып, бір-бірімен жарысатыны маған өте қатты ұнайды. Осы жобалар арқылы басқа топтардың да жобаларын көріп, осы өзіміздің білімімізді жетілдіріп жатырмыз. Одно из самых важных, я так думаю, это сплоченность. Это, получается, быть в социуме, научиться правильно разговаривать с людьми. Вот, допустим, если с вами я встретился бы через полгода назад, я сейчас так свободно не мог бы дать вам интервью и просто застеснялся бы и ушел бы куда-то в угол, там, сидел бы. Біздің болашағымыз сол инженерлік, конструкторлық, техникалық дағдыларды қалыптастыруымыз керек. Неғұрлым ерте бастасақ, соғұрлым көбірек қызығушылық болады, соғұрлым көбірек біздің жоғары оқу орындарының негізінде ғылымымызда, өндірісімізде инженерлер көп болады. Ну вот то, что сейчас происходит здесь, это как раз таки вот очень хороший толчок для того, чтобы дети занимались и участвовали, уже представляли нашу страну за рубежом. Біз осы FL Challenge сайысына қатысқаннан бері энергияның жаңа әлемін ашқандай болдық. Көптеген ақпараттар зерттеп, оны біліп, өзіміздің білімімізді кеңейттік. Біз дизайн, арт және программ деген екі бөлікке бөлдік. Біз оқыту қосылмасында екі менің аты-жөнім Анарбек. Жобамызда көбінесе машина жүріп өткен жолда ток қуаты жиналады. Сол ток қуаты мына светке қарай барады. Бізде 7-8 свет ответ. Соревнование, во-первых, организовано
на очень высоком уровне, впрочем, как и всегда, потому что я не первый раз прихожу и участвую, поэтому, можно просто посмотреть на эмоции участников, детей, они все очень довольны, очень рады, все чем-то заняты, все презентовывают, и на самом деле идеи я сейчас послушал, они очень интересные на самом деле. Проблематика тоже выбрана такая очень актуальная для страны, в целом для мира, поэтому я думаю, что такие мероприятия, такие начинания надо только поддерживать. В свое время и министерство это поддерживало, я думаю, сейчас будет поддерживать такие мероприятия. Тем более, что мы видим, что есть большая отдача с точки зрения вообще развития STEM-образования в стране. Ну и есть какие-то индикаторы в качестве побед, достижений нашей страны, наших ребят на международных турнирах. И у нас впечатление очень завораживающее, потому что для нас это новое открытие, новый опыт, удовольствие. Өте қызық, бар ынты-шынтымызбен қатысып жатырмыз. Командамен жұмыс істей бастадық. Көп нәрсе үйрендік. Энергия туралы көп нәрсе үйрендік. Мен осы форске қатысқаннан бастап өзімнің достарыммен жақсы достасып бастадым, және өзін сыйлау болды, және роботтарды жақсы құрастыру және программасын жақсы жаза бастадым, және өзімнің робототехникаға ынтасым ашылды. Біз робототехникаға деген құлшынысымызды дамыттық. Біраз энергия ресурстарына біраз қызыға бастадым. Қызығушылығым артты. Рано вставать надо, но это все равно хорошо, потому что мы больше времени уделяем науке. Вот это не было до этого соревнований прям таких крутых. Вот сейчас вот прям готовишься, собираешь вот это все, прям классно. Я больше начал вдохновляться Лего. Біз бұл жарыстан болашақта небір робот арқылы энергия алуды, тағы да басқа да жолдарды энергия алуға соны үйреніп жатырмыз. Так как я первый раз участвую в ФЛЛ, я получил очень много опыта и очень много эмоций. Arduino платформасында код жазып, және де осындай заттарды жинап үйрендік. Және де осы барлық энергия тақырыбына байланысты көптеген ақпаратты іздену арқылы осы жобаның қалай жасалатынын және оның қандай тиімді, қандай тиімсіз жақтары бар екенін жақсылап зерттеп, сондай таныстық. Осындай проекттардың біздің болашағымызға өте маңызды екенін түсіндік, және де бұл жастардың қолында екенін түсіндік. Топпен жұмыс жасауды қаттырақ, яғни жұмыла жұмыс жасауды үйрендім, және қандай да бір қиындықтар туындаса да бір-бірімізге әрқашанда қолдау көрсетуіміз туралы үйрендім. Және ең бастысы ұту емес, яғни қатысқаннан сен үлкен әсер аласың, өзіне көптеген опыт аласың. First помог мне развить навыки программирования, конструирования на Lego и навыки конструирования на Arduino. Осы жарысқа маған ұнағаны қатысыласа жалғыз өздеріне емес, өз командасының ішінде емес, басқа командаларда көмектеседі. Бұл мен үшін өте керемет. Да, это очень увлекательное соревнование. Также тут можно изучать, тут можно подружиться с очень хорошими людьми. Основная задача First – это благородный профессионализм. Если тебе одна команда помогает, ты должен помогать в ответ. Нам многие команды помогали, и мы не отказываем в помощи другим командам. Жартысынан көбісі менің досым сияқты. Жақсы алсаңыз бәріміз бір-бірімізге көмектесеміз. Бұл жерде бүткіл адам бір-бірін танитын адамдар сияқты көмектесуге дайын тұрады. Это благородный профессионализм. Мен Бубей Умар Ропар тобының топ басшымын. Біздің проекттің аты Парк Энерджи деп аталады. Бұл парктың ерекшелігі энергияны табиғи жолда алып, және табиғатқа зиян келтірмейміз. Бұл парктың энергия көзі, бізде энергия бойынша проблемалар туындайды. Өзіміздің қателігімізді демде түсініп, оны аңғарған кезімізде қуанып күліп, оны демде сол қателікті дұрыстап, оны алдағы уақытта бірінші орын алады деген үмітте болғанымыз сол қызық болды, және де басқа адамдардың проекттеріне, роботтарына қызығып қарағанымыз соның барлығы қызық болды. Организация мероприятия очень высокая. Мне нашей команде всем понравилось на самом деле.
бұл жарыста біз командалық жұмыспен жұмыс жасаймыз, ал басқа жарыстарда мысалы сумо дегенде 2 адам немесе 1 адам жалғыз болады, ал бұл жерде барлығының идеясы маңызды болып табылады. Вообще очень благодарна, что у нас в Казахстане есть такие соревнования. Это вот поддерживает наше молодое поколение, и мы, безусловно, в восторге. Фёрстқа ризамыз, балаларым өсіп жатыр, танысып жатыр. Мына жердің өзінде танысып бір-бірімен қалай айтуға болады? Общение. Балаларым риза. Өзім де ризамын. Фёрстқа рахмет айтамын. Осындай қызықты материалдарды жинау, құрастыру секілді зат маған қатты ұнады. Бұл жарыс бәрі бір-біріне көмектескенімен ұнайды. Кімді барып сұрасаң, бәрі саған көмектеседі, және сол бізді қуантады. Өйткені бәрі бір-біріне көмектесуге дайын, және ештеңе аямайды бір-біріне. Бұл топтық жұмыс, яғни бәріміз, яғни адамдар бәрі бірігіп бір жобаны шығарады. Яғни бұл жерде топтық жұмыс болады. Бұл маған өте қызық. Және де осы жарыста болған сезімдер, яғни біз осы жарысқа келгенде үлкен өмірге қадам басқандай, өзіміздің кемшіліктерімізді, артықшылығымызды байқадық. Және де соларды кемшілігімізді дұрыстап, артықшылығымызды басқа адамдарға көрсете білдік. Но в конце мы научились работать вместе, мы начали подстраиваться под наши характера. Также мы получили большой опыт и много чему научились. Просто все это не рассказать, потому что тут много чему очень научились. И я не могу просто все это высказать. Болашағымызға инженерлік тұрғыдан тұғыр дайындап беретін ұрпақ өсіп келе жатыр десем. Вы знаете, то есть у нас очень интересный подход тем, что мы соблюдаем как основные ценности, так и благородный профессионализм. Во главу угла мы ставим не победу или первое место, а то, как дети должны учиться, работать, исследовать и, соответственно, творить. То есть, когда мы ребят учим, мы никогда им не говорим: вы должны выиграть, вы займете первое место. Мы им говорим: вы должны показать максимальный класс на соревнованиях, вы должны выложиться. Они исследуют благодаря этому, они лучше стоят. Очень активно мы готовимся, но мы их именно пытаемся развивать. Я думаю, секрет именно в этом. То есть наша цель — развитие детей, соответственно, они развиваются классно, и, соответственно, они становятся чемпионами. Желаю всем, знаете, удачи в будущем, в жизни, в университете. Будет большая интересная у вас карьера в жизни. И знаете, что мои двери всегда вам открыты, я всегда вас поддержу, и я вас всех очень ценю и люблю. Спасибо.
я шел к тому, что просто нужно относиться к детям как к своим братьям, как к своим сестренкам. Быть старшим братом и наставником, мотивировать, любить их. Вот плоды и результаты. Жар жолында ең қиыны ол басқа күшті мектептермен сайысу, солармен кездесу, күшті адамдарды тауып коннект, мотивейтқа адамдарды көрсету үшін тауып, тағы күшті инженерлермен, кодерлермен кездесу, бүкіл жол бізге қиындық туындады, бірақ біз оны өттік. Күндізін дайындаламыз, дайындық одан да қаттырақ болады, Хьюстонда да жеңеміз деген ойдамыз. Жалпы осы 3 күн біздің командамыз түнімен ұйықтамай, осы ең мықты қазақстандық команданы таңдау жолында не керек бәр нәрсені істеп, осы 3 күнді термен мен ойымша өте үлкен деңгейде өткізді. Мен өз командама, Үсен роботик командама үлкен алғысымды айтамын. Жалпы төрешілердің мақсаты, ең бірінші мақсаты ол командаларды іріктеу емес, командаларды бір бағасын қою емес. Төрешілердің ең бірінші мақсаты ол командаларға inspiration беру. Біздің ең басты награда осы First Tech Challenge-да чемпион емес, оның аты Inspire. То есть бостан босқа чемпион емес, Inspire деп аталмаған. Өйткені чемпион команда шынымен осы Inspire шабыт беру керек. Басқа командаларға шабыт беру керек, и басқа осы біздің жалпы осы робототехника инженерия комьюнитисіне шабыт беріп, оларды өсіру керек. Жалпы бүгінгі жарысымыз өте тартысты өтті. Командалардың өте бір жақсы дайындығын байқадық. Оның себебі біздің ойымызша ол алдыңғы өткен аймақтық жарыстары. Алдыңғы аймақтық жарыстарда көптеген командалар өздерінің тәжірибелерін шыңдап, осында ең мықты нәтиже көрсетуге тырысты. Сол себепті біздің ойымызша командалар осы жарыстың арқасында біз Қазақстандағы ең мықты командаларды іріктеп, оларды әлемдік жарысқа алып баратын боламыз. На самом деле, если говорить про организацию мероприятий, все начинается не в красивых кабинетах, не в красивых баннерах, а в местах как такое, как это. Потому что среди коробок, среди всего, что есть, люди, несмотря на время, несмотря на ночь, несмотря на уставшие силы, они во всем своем энтузиазме и фанатизме в этой области, именно в инженерии, собирают, делают и все это, и отдают часть своей жизни. Это самое главное. И начиная от простого студента, заканчивая людьми из таких международных компаний, как Microsoft, собирают среди ночи коробки, помогает, и это что-то да и значит. И это значит, что это напрямую доказывает, что это действительно важно. Спасибо всем, кто участвовал. Мен осы үстем робототехника дамыту қорына қосқаныма көп болған жоқ. Дегенмен де осы аз уақыт аралығында біз үлкен жарыстар ұйымдастырдық, үлкен ауқымды жобалар ұйымдастырдық. Ең қуантатыны кішірек балалардың, мектеп жасындағы балалардың осы робототехникаға, инженерлікке өте қызығушылығы өте зор. Және жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын олар артып жатыр, балалардың сандары артып келеді. Және айтатын нәрсе, адамға балық берме, қармақ бер демекші, олардың осы салаға келіп, үйреніп, дағдыларды үйреніп, мықты инженер болудағы мақсаттарына бір табан жақындап жатқаны көрінеді. Балаларым риза, өзім де ризамын. Ферстқа рахмет айтамын. Өте керемет, әсердеміз. Өте қызық, бар ынты-шынтымызбен қатысып жатырмыз. Осы жарыстың арқасында біз Қазақстандағы ең мықты командаларды іріктеп, оларды әлемдік жарысқа алып баратын боламыз. Басқа шет мемлекеттерден сатып алмай, өзіміз отандық брендімізді жасауға қалаймын. Бәрі бір-біріне көмектесуге дайын, және ештеңе аямайды бір-біріне. Microsoft, Fortebank компаниялардың мамандары болды. Я получила очень много опыта и очень много эмоций. Болашағыңызға инженерлік қордан бір тұғыр қайтып беретін ұрпақ өсіп келе жатыр